Мен министр мырзаға сұрағым, бұл негізі бұл еркін сауда жасау үшін жасалып жатқан ратификация ғой, оған қолдаймыз. Мынау біз енді тәуелсіз мемлекеттер одағында өмір сүреміз. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Бірақ та осы мынау Ресейден келетін қосалқы бөлшектер шекарадан өтуі қиын, оның себебі не? Мәселен, оны ақпан айының қаңтар айының аяғында Ресейдің руліне ақша аударылып, қосалқы бөлшектер, техника. Мынау шекарада тұрғанына 10-15 күн болды. Бұл масқара ғой. Біз несіне біз онда тәуелсіз достастық елдің ішіндеміз? Осындай кедергілер көп мына шаруаларға. Қазір бізге жан-жақтан шығады. Осыған бір басын бағыт қарап, соны дұрыстап бір өзіңіздің әріптесіңізбен ресейлік келісуге болмай ма? Мынандай ратификацияның бәрін жасаймыз, қолдаймыз, ол заң деген орындалу керек қой. Біздің де ұлтпыз ғой, біз мемлекетпіз ғой. Намысымыз бар ғой. Рахмет, осы сұраққа жауап беріңізші. Рахмет, құрметті Жүгілі Молдағұлыұлы. Біздің енді сіз айтып отырсыз товар туралы, мынау келісім шарт қызмет көрсету және инвестиция туралы. Бірақ одан қарамай, егер ондай жағдай болса, бізде Евразиялық экономик комиссияның шеңберінде жаңағы кедергілер жою үшін арнайы комиссия бар. Ондай жағдай бар болса, біз ресми түрде жаңағы комиссияға бұл сұрақты көруге шығарамыз, енгіземіз. Ондай сұрақ болса, бізге беріңіз ақпарат. Біз бұл жағдайды шешетін боламыз. Дұрыс, жақсы.